Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте тойымды және де ерекше жолмен жасалынатын жаппасай тағамының рецептін ұсынамын. Бізге қажетті көкөністер сәбіз, болгар бұрышы, картоп, пияз, қызанақ және де туралған ет қажет болады. Алдымен қызып тұрған майымызға етімізді салып, шамамен 5 минут аралығында қуырып аламыз. Содан соң оның үстіне пиязымызды, қызанағымызды, сәбізімізді және де болгар бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, газдың орташа отында шамамен 10 минут қуырамыз. 10 минуттан соң туралған картошкамызды саламыз, дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және де аз ғана салқын суымызды құйып, газдың жай отында шамамен 10-15 минут аралығында қуырамыз. Сол аралықта бір зуала қамырды бешбармаққа илеген секілді қаттылау етіп илеп дайындап аласыздар. Жұқалап жайып, ортасына май жағып, 4 бұрыш пішінде кесіп, жаңағы подливамыздың үстіне